Қайырлы күн, сұлу ханымдар. Бүгінгі видео майлы бет терісінің күтіміне арналады. Арнамызға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Майлы теріге күтімді дұрыс тамақтанудан бастау керек. Майлы, ащы және тәтті тағамдарды шамадан тыс көп тұтыну бет терісінің майлануына әкеледі. Майлы теріге күтім жасауда келесі қателіктерді жасамаңыз. Майлылықты кетірем деп бетті қайта-қайта және ысқылап жуа беруге болмайды. Кері нәтиже көруіңіз мүмкін. Келесі қателік, майлы теріге ылғалдандырудың қажеті жоқ деп ойлауыңыз мүмкін. Керісінше, арнайы ылғалдандыратын құралдар қабынумен күресуге көмектеседі. Тағы бір қателік, құрамында спирті бар косметиканы көп қолдану. Кей ханымдар теріні құрғатамыз деп ойлап, спирті көп өнімдерді қолданады. Ал ол керісінше теріні зақымдауы мүмкін. Ал зақымдалған тері өзіне көмектесу үшін қайтадан май бөле бастайды. Сонымен майлы тері күтімінде келесі кеңестерді ескере жүріңіз. Бетті күніне 2 рет жұмсақ жуу құралымен жуыңыз. Құрамында спирті жоқ тониктерді қолданыңыз. Ретинол немесе С дәрумені бар сары сумен ылғалдандыруды ұмытпаңыз. Жеңіл текстуралы жұмсақ кремдер қолданыңыз. Аптасына 1 рет жұмсақ скрабпен тазалап, және аптасына 2-3 рет минералды маскалар жасап тұрыңыз. Майлы теріге құрамында майы бар нәрлендіретін маскалар болмайды. Бірақ май бездерінің жұмысын реттейтін, мысалы жемістердің қышқылы қосылған маскалар жақсы нәтиже береді. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Бірінші тазартқыш маскасы. Алма мен ақуыздан жасалады. Үккіштен өткізілген 2 ас қасық алмаға 1 ас қасық крахмал мен 1 ақуыз қосып жақсылап араластырамыз. 10 минутқа жағып, әуелі жылы сумен, сосын салқын сумен жуамыз. Келесі теріні тартып ағартатын маска дайындау үшін 1 ас қасық ашытқыға 3 ас қасық ашыған сүт немесе айран, йогурт қосуға да болады. 1 шай қасық лимон сөлін және 4-5 тамшы 3%-лық сутегі тотығын қосып көпіргенше араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып қойып, уақыт өткен соң салқын суға батырылған мақта дискісімен сүртіп аламыз. Келесі маска майлы бет терісін құрғатып өңгір кіргізу үшін 1 ақуызға 1 шай қасық лимон сөлін қосып араластырамыз. Дайын қоспаны бетке жағып 10-15 минуттан кейін салқын сумен жуамыз. Майлы теріге сұлы жармасы да жақсы көмектеседі. Сұлыда тиамин және ретинол бар. Ол терінің тез қалыпқа келуіне көмектеседі. Ал С дәрумені дақтарды ағартып, теріге өң береді. Энергиямен қанықтандырады. 1 ас қасық сұлы қауызын майдалап ұнтақтап алып, 60-75 мл жылы суға салып қоямыз. Ол көтеріліп сұйықтығы тартылған соң, көксаздан 1 ас қасық салып араластырамыз. Бетке жағып, толық кепкенше күтеміз. Содан соң жылы сумен жуып тастап, ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл маскадан соң бет терісі жаңарады. Тері тесіктерін тазартады. Қабынулар болса тез жазылуына келеді. Ханымдар, келесі видео құрғақ бет терісі күтіміне арналады. Арнамызға жазылып, лүпіл басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.